Ё-моё, бүгін дәрігерде кетіп қалды. Мына заттарын жинастырсам, мына фонендоскоп дейтін мына жерде тұрмайтын сияқты еді, басқа жерде тұратын. Мына скальпельдер де тоже басқа жерде тұрады. Мына аптечканы не үшін бұл жерге қойып қойған, мен түсінбедім. Так, мына зелень заттарын кішкене апасы, мынаны қазір дәрігер кейін айтпаса, мыналарды былайына қойсын деп, мына жерге еще газовый баллон қойып қойған ғой, мынаның жанына. Қуат екен. Так, мынау бізде рентген түсіретіндер, так, бәрі өз орнында тұр. Так, мынау мына нәрсе бізде, короче, манекен деп өз орнында тұр екен. Так, мына телескопты да, телескоп, так. Дәрігер, Оу, так, кім келіп тұр екен есікті бізде? ашшы, дәрігер. Так, ашып көрейік. Ей, чё там? Ермұхан, дәрігер қаяқта? Дәрігер қалай кетіп қалды? Бір сағатта болды кеткеніне. Ойшы бір аптадан келемін деді. Чё там? Блин, уақыт тығыз, короче, саған айта салайыншы, көмектесе аласың ба сен маған? Так, не нәрсе? Мен дәрігер емеспін ғой, білесің ғой сен мен дәрігер емес екенімді. Давай айт, не болды? Короче, кеше түнгі 3-те мен орманда жүріп бір шұңқырға құлап қалдым. Сонымен бір дәу өрмекші тістеп алды. Сонымен өкпем, жүрегім, барлық жерім ауырып жатыр. Қарап берші, пожалуйста. Так, дәу өлмекші дейсің бе? Ё-моё, мен ештеңе істей алмаймын ғой. Так, тұра тұр. Онда сен кішкене осы жерде тұра тұр, мен қазір дәрігерге звондап мән-жайын сұрастырайын, я ма? Жарайды, ішуге бола ма да соқып па? Жоқ, үшуге болмайды, бұларға ешқайсысынан тиіспей ақ қой, мына жерде, мына апасың, общем, мына жерде газовый баллон тұр. Бұл жарылса білесің ба, не болып кетесің сен? Фарш болып кетесің, фарш. Давай, общем, мен қазір келем, ештеңе тиіспе, бірдеңе тиісетін болсаң өліп қаласың, білесің ба? Жарайды, Все, давай, так. Хей, барлықтарыңызды сәлем достар, сәлем бүгін Ермұхан. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біздің лабораториямызға житель келген болатын. Достар, біз жительді какой-то бір өрмекші шағып алған дейді. Так, мен достар, қазір дәрігер звондайын. Так, бізде звонып кетіп жатыр. Так. Алло, дәрігер. Ау, Ермұхан, что там, не болып қалды? В общем, дәрігер бізге қазір бір житель көптір, кеше дейтін шұңқырға түсіп кетіп, бір дәу өрмекші тістеп алды дейді. Өрмекші тістеп алды дейсің ба? Ол өрмекші тістеп алса, оған операция керек қой. Так, қандай операция керек? В общем, өрмекші тістеп алса, дәу өрмекші. Оның, в общем, барлық жерін қарау керек, жүрегін, миын, барлық жерін қарамайынша, в общем, ол жазылмайды. Енді сіз қашан келесіз? Мен сол бір аптадан кейін келемін, Мальдив аралдарында жүремін мен. Так, ё-моё, сіз келе алмайсыз ба? Мен келе алмаймын, бір аптадан келемін. Жақсы, онда өзім бірдеңе қылармын. Так, ё-моё, достар, бізде дәрігер бір аптадан соң келемін дейді. Так, ана жетерге енді қалай түсіндірсем екен, дәрігердің келе алмайтын, ол Мальдив аралдарында жүр, ал біз 13 ауылда жүрміз. Так, чё там, не істеп жатсың? Тиіспесе қуасың. Чё там, не істеп жатсың сен? Мыналарға тиіспесе сен, итак, ауырып тұрған адамсың, қазір өлесің деп аласың, қуасың ба сен? Бір таным ғой, не отсыншы? Болмайды. В общем, бар ғой, сенің қазір миыңды, жүрегіңді, аяғың, көтің бәрін тексеру керек. В общем, бар ғой, сен қазір... Көтім сасып жатыр, тексермей қойшы. Давай. В общем, сені қандай өрмекші шағып алды, түсін айтып бере аласың ба маған? Бір анандай, бір жері радужный, бір хамелеон, бір бәле. Давай, онда сен мына жерге кеп тұр, кел мына жерге, мына рентгеннің алдына кеп тұр, Все, тұр, давай, қазір қозғалма, көтін қатайтып ал. Все, көтін қатайтып тұрып алдың ғой, қазір түсіретін боламыз. Көтімді қысып алдым, көтін қысып алдың ба, все, болды, так, тұра тұр, қазір қараймыз. Так, мынау жүрегінде. Ма, сенің жүрегіңде қап-қара точкалар пайда болған? Ё-моё, қалай суды? Сенің, в общем, жүрегіңе операция керек? Өлтіріп қоймайсың ба сен мені? Өлтіріп қойғанда мен жасамайын, бірақ дәрігер бір аптадан келсен, бірақ бір аптадан шыдамайды жасың, өліп қалатын шығарсың, Білмеймін, бар. Көмектесе салшы болыпты, жарайды, әйтпесе ё-моё, так, көмектескенде мен вообще қолыма не істеп көрмеген адаммын ғой, мен только ассистентпін ғой, мына жерде жинастырамын, там заттарын алып барып тұрамын дәрігердің. Мен қолыма вообще андай даже укол істеп көрмеген адаммын ғой мен. Пофиг, братан, давай, делай. Давай, делай дейсің ба? Онда қазір саған тұра тұр сен. Так, короче, саған қатты көмектескім келіп тұр. Давай, онда саған қазір былай істейін, сен мына жерге кел, мына неде отыра тұр, креслода отыра тұршы, мына креслода пока что, ма? Все, да, креслода отыра тұр, мен қазір үйге барып келейін, саған заттарымды алып келейін, мен так. Ё-моё, достар, бізге қазір операция жасау керек, достар, мен бұрын соңды операция жасамағам, достар, так, операция жасаусын мен қазір менде бір идея келіп тұр. Қазір, достар, маған, в общем, ананың жүрегіндегі қара заттарды алып тастау керек. Оны мен қазір ішін кесіп, бірдеңе қылып істейтін болса, мен оны точно өлтіріп аламын. В общем, достар, қазір мен дейтін оған наркоз беріп, оны ұйықтатып, оның ішіне кіретін боламын. Яғни, достар, мен кішкентайға айналып кетіп, оның ішіне қазір кіретін боламын. Так, достар, мен өзімнің кішкентай затқа айналып кететін затымды алып алам, и қазір жительге барып жат деп, короче, наркоз салдыратын боламыз оған.
В общем дейтін достар, мен өзімнің киімімді киіп алдым, және де мен өзіме керек заттарды алып алдым. Так кіре беретін боламыз. Е-мое достар, бізде уже житель жатып алған екен. Чо там житель қалай, жатыс қалай, ұнап жатыр ма саған? Ыңғайлы екен ғой мынау. Ыңғайлы ма екен? Так, онда саған ыңғайлы болса қазір саған дейді. Так, мынаны аламыз, так осылай саламыз, так саған. В общем, саған қазір наркоз салатын боламыз. Так, давай. В общем, сен көзің жұмып, ештеңе білмеген деп жата бересің. Так, саған наркоз салайық. Давай, так. Все, наркоз салдым. Чо там, ұйықтап жатсың ба? Ұйқым кеп бітті сол Так, давай, житель. Так, достар, бізді естімейді. Все, достар, бізді житель ұйықтап қалған болатын. Біз қазір менің планымды айтайын сіздерге, достар. Қазір мен кішірек кетемін да, и достар, так біз дұрыс тұрмай қалдық. Так, достар, жүрек жағына қарай біз тұруымыз керек. И достар, біз қазір бүйтіп кішірек кетеміз да, и все, достар, қазір біз дейтін жительдің жүрегіне кіретін боламыз. Ё-моё, достар, біз дейтін жительдің жүрегіне түстік, достар. Бізге так аккуратно болу керек. Так, бұл бізде тамыр ғой, достар. Так, но бізде тамыр, ма жүрегі, мамаң жүрегі неткен дәует, достар, қараңыздаршы. Мә, так, қара точкалар осы ғой, достар. Так, бізге қазір қара точкаларды осылайдан бізге бәрін алып тастау керек. Так, достар, бізде қара точкалар ондай көп демес екен. Жоқ, бар екен сонда, достар. Так, осылайдан алып тастаймыз. Так, достар, бізге абайлап түсу керек мына жерде бізге. Так, достар, ма достар, маған жүрегі қандай үлкен. Так, достар, маған бір тамырын қазір үзіп алатын болсақ дейтін, достар, бұл дейтін бізде өліп қалатын болады. Так, достар, бізде жительді қара өрмек шағып алды дейді. Соған қарағанда бір тарантула ма, сондай бірдеңе, черная вдова ма, бірдеңе шағылған сияқты, достар. Так, все, бізде керек емес артық шлак мулактың бәрін алып тастақ. Так, достар, бізге қазір дейтін топормен қазып, короче, мына жерден бетіп, короче, бізге шығып кету керек болатын болады, достар. Так, достар, мамаң жүрегі дейтін не деген дәует, достар. Мә, жительдің жүрегі осындай болады деп ойлап. Так, біз қалай басқа жерлерге барамыз? Так, басқа жерлерге барып ештеңе қылмай ақ қойық, достар. Просто қазір бір жерін бүлдіріп қоятын болсақ, бұл житель бізде өледі де қалады. Ё-мое, достар, қараңыздаршы, бізде жительдің жүрегі қандай үлкен. Ё-мое, менің жүрегім мынандай емес шығар. Так, онда біз асықпай жительдің жүрегінен шыға берейік. Так, бұл оянып кетпейінше біз шығып кетуіміз керек. Так, осылайдан проходпен өстіп шығып кетейік. Так, осылайдан все, достар, біз шықтық. Наконец-то бізде житель әлі оянбаған екен, достар. Так, біз өзіміздің нормальный размерімізге келіп алайық. Все, достар. Так, бізде мына жаман шлактардың бәрі мына жаққа қарай лақтырып тастайық, достар. Осы нәрселер ғой бізде жительді кішкене ауырсындырып, жаңа жүрегім ауырып тұр, бірдеңе өкпем ауырып тұр деп еді. Так, достар, в общем, біз қазір жительдің тұрғанын күтеміз. Болмаса оны мынандай способпен тұрғызсақ болады. Житель. Эй! ойбай, ё-мое, не болған? Чо там, ояндың ба сен? Ойбай, жүрегім сәл ауырған тоқтап қалды ғой деймін. Ауырған тоқтап қалды ма? Нормально болып қалды ма? Главное, кішкене бір жеңілдік сезіп тұрсың ба? Ана өкпең жанында бір ауырсыну жоқ па? Жоқ, нормально, бір темекі шеккен болмаса өкпем нормально. Сол темекін шекпесе, мамаң айтып берем. Болды. Все, ендігінен бастап шекпе. Все, давай, сен пока что осы жерде жата тұр, бір нормальный болып кеткенше, наркоз қайтқанша, оған деймен сыртқа шығып, киімдерім шешіп келе берем, давай. Болды, давай. Все, давай. Маған достар, біз дейтін осылай жительді емдеген болатынбыз. Маған жүрегі дейтін просто дәу екен, достар. Так, мен оған дейін киімдерім шешіп, осы заттарым салып қойырейін, достар. Ешқандай қан болған жоқ. Нормальный болды, бәрі өте әдемі болды. Так, достар, сіздерге бүгінгі видеоролик ұнады деген ойдамын. Әрине арнаны жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ермұхан. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.